30 жылдыққа жібермей қойды. Жұбайым 30 жылдыққа жібермей қойды. Мектеп бітіргенімізге 30 жыл. Бүгін дүркіретіп той жасап жатыр сыныптастарым. 10 жылдыққа да, 20 жылдыққа да, міне 30 жылдыққа да бармадым. Жолдасым рұқсат бермеді өйткені. Үйде компот жауып, банк жауып отырым бала-шағамен. Шынымен де қыздар, жан-жарымыздың айтқанымен, рұқсатымен жүрейік. Барған жақсы ғой, көрген жақсы ғой сыныптастарды. Бір марқайып, бір жасап қаласын. Бірақ ең маңыздысы отбасымыз, бала-шағамыз, отбасының берекесін кетірмеуіміз керек. Жігітімізге ұнамай ма? Болды, үндемей, жарайды, сіздікі дұрыс дейміз да қоя саламыз. Сөзге келмейміз. Сол кезде үйде береке, бірлік, ынтымақ болады. Шынымен де берекені ұстап отыратын, берекені кіргізіп отыратын біз, әйелдер, аналар, ер азаматымызды бір саты жоғарға қойып, тыңдап, хоп дейік. Сол кезде бәрі жақсы болады. Мен Эльмира ханым, 9 баланың анасы, немерелердің әжесі, сіздерге айтып отырмын.